Бұл рецептпен осындай орташа мөлшердегі 25 дана панкейк шығады. Панкейктеріміз сондай нәзік, жұмсақ болып шықты. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Еш уайымдамаңыздар, бұл рецепттермен панкейктер мінсіз болып шығады. Қараңыздар, қандай жұмсақ. Іші толықтай піседі. Панкейктер үшін бізге ең алдымен майымызды ерітіп алу керек. Мына жерде бізде 30 грамм сары май. Оны баяу отта ерітіп аламыз. Сары май толықтай еріді. Сонымен қоса бізге 240 грамм жылы сүт қажет. Менің сүтім тоңазытқыштан, сондықтан мен оны дәл осы ыдыста маймен бірге жылы күйге жеткіземін. Яғни бөлек ыдыста жылытып жүрмей, осылай маймен бірге бір ыдыста жылы күйге жеткіземін. Сүт пен майымыз жылы, ыстық емес. Панкейктер жақсы шығу үшін, көтерілу үшін осы массамыздың жылы болуы маңызды. Бізге бір жұмыртқа қажет болады. 40 грамм қант қосамыз. Венчикпен мұқият араластырамыз. Осы массаға біздің жылы сүтіміз бен майымызды құямыз. Мұқият араластырамыз. Жалпы рецепт өте оңай. Құрамы да қарапайым. Мен бұл рецепті көптен бері іздедім. Рецепттің ұнағаны сонша, және де панкейктердің идеальны, мінсіз болып шыққаны сонша, сіздермен осы рецепттен бөлісуді жөн көрдім. Шым-шым тұз қосамыз. Осы жерде маңызды нәрсені көрсеткім келіп тұр. Бізде мына жерде 150 грамм електен өткізілген ұн. Оның үстіне біз 7 грамм қопсытқыш қосамыз. Яғни біз таразыны обнулять етпей 157 болғанға дейін қосамыз. Егер сіз таразыны обнулять етсеңіз, біздің қарапайым таразымыз ондай аз мөлшердегі граммдарды дұрыс есептемейді. Яғни дұрыс көрсетпейді. Міне 157 болғанға дейін қостық. Қопсытқыштың арқасында біздің панкейктеріміз көтеріліп, жұмсақ болып піседі. Қопсытқыш пен ұнды араластырамыз. Бірден барлығын қосып жібереміз. Венчикпен араластырамыз. Сүтіміз жылы болғандықтан біздің массамыз тез арада жақсы араласады. Ешқандай іріткі, яғни комок қалмайтындай етіп араластыруға тырысыңыз. Консистенциясы осындай болады, яғни тым қою емес, сұйықтау масса шығады. Панкейктерімізді орташа отта пісіреміз. Ең алдымен табамызды қыздырып аламыз. Және де қалаған көлемде пісіресіз. Мен осылай орташа мөлшерде пісіргенді жақсы көремін. Жалпы бұл панкейктердің ерекшелігі өте тез піседі, жақсы көтеріледі. Қақпағын жабуға болады, жаппай пісіруге де болады. Әрдайым жанында тұру қажет. Осындай көпіршіктер, осындай пузырьки пайда болған сәтте аудару керек. Біздің панкейктеріміз құрғақ болып қалмау үшін беті кеппей тұрған кезде аударамыз. Қараңыздар, көпіршіктер пайда болды және олар жарыла бастады. Осы сәтте біз аударамыз. Томпия бастады. Неке осындай болып шықты. Қараңыздар, қандай әдемі асты жағы да. Егер табаңызға жабыса бастаса, сары маймен немесе сұйық маймен бір рет табаны майлап алуға болады. Қақпағын жапсаңыз да, жаппасаңыз да жақсы нәтиже болады. Қараңыздар, көпіршіктер пайда бола бастады. Және көпіршіктер жарыла бастады. Осы сәтте аударамыз. Яғни бетінің толықтай кеуіп кеткенін күтпейміз.
Асты жағы осындай. Үсті жағы осындай. Қараңыздар, қандай пористый. Өте жұмсақ. Іші толықтай піседі. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Керемет шығатынына 100% кепілдік беремін. Видеоны қолдап, лайк басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліңіз. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.